Сәлем балақай, бүгін сенмен тағда Ләззат апайың. Ләззат апайың саған бүгін с, ш дыбыстарын дұрыс айтуды, оларды ажыратуды үйретпек. Кәне балақай, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты с, ш дыбыстарын буында, сөзде, сөйлемде ажырату, дұрыс айтуға дағдылану болмақ. Кәне балақай, өзің көріп отырғандай суреттегідей с және ш дыбысының түрлері көрсетіліп отыр, иә? Ерніміздің, тісіміздің қалпы көрсетіліп отыр. Алдыңғы сабақтарында мен саған бұл дыбыстарға жекеше тоқталып, кескінін барлығын айтып түсіндірдім, иә? Енді мен саған қысқаша ғана айтып өтейін. Кәне, есімізге түсіріп өтейік. С дыбысын айту үшін біз ернімізге күлкі жасап, тістерімізді бір-біріне өте жақын қылып, барлық тістерімізді көрсетіп күлеміз. Және с дыбысын айтқан кезде бізде ауа сыртқа шығады екен, суық болып. Ал енді ш дыбысын айтқан кезде біздің ерніміз қалашқа ұқсап қалады екен, шошайып, тісіміз кішкене ғана көрініп, бір-біріне жақындап барып ш деген дыбысты шығаруымыз керекпіз. Бұл дыбыстарды сен дұрыс айтпай жүрсең, осыны міндетті түрде есіңде сақта балақай. Осы кезде ғана сенің осы еріндерің осында қалыпқа келген кезде ғана сенің дыбыстарың анық және таза шығады балақай. Кәне балақай, сабағымызды әдеттегідей артикуляциялық жаттығулардан бастайықшы. Айнаңдалып, артикуляциялық жаттығуды жасауға дайындал. Кәне балақай, біз артикуляциялық жаттығуларды ертегі түрінде жасағанды ұнатамыз, Ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, сонау бір кішкентай үйшікте бір тіл өмір сүріпті. Тіл ертеңмен тұрып, тісін жуғанды ұнатады екен. Содан кейін ол кесеге шай құйып күрешкеге тәтті қалашпен шай ішеді екен. Шай ішіп отырса, сырттан бір дүбірлеген дауыс шығады. Тіл шошып кетіп, сыртқа атқып шығады. Сыртқа шығып, жан жағына қарайды былай. Жоғары төмен қарайды, сөйтсе еш нәрсе көрінбейді. Содан кейін тіл қоршауға барады. Қоршаудың жанында бақаны көреді. Бақаның қасында пілді көреді. Содан кейін ол саңырауқұлақ теруге барады. Саңырауқұлақ теріп жүріп, әбден шаршап, тіл үйіне келіп, ұйықтап қалады. Міне балақай, бұл жаттығулардың барлығын сен менің алдыңғы сабақтарымдағы видеоларымнан көріп, жасап үйреніп алғасың. Енді бұл жаттығуларды сен әдеттегідей жасай алады деген ойдамын балақай. Ал енді балақай, сабағымызды бастайық. Яғни буындарды дұрыс айтайық. С және ш дыбысы кездесетін буындарды айтып дағдыланайық. Бірінші ашық буында кездесетін буындарды оқиық. Бірге оқимыз. Са, ша, со, шо, су, шу, се, ше, с, ш, си, ши, с, ш, сө, шө. Жарайсың балақай. Кәне, енді бітеу буындарды оқиық.
ас, аш, ос, ош, ус, уш, ес, еш, ыс, ыш, ис, иш, іс, іш, өс, өш. Міне балақай, біз бірнеше буындарды дұрыс айтуға дағдыландық. Келесі буын ұйқастарды бірге айтайық. Бұл жерде ш және с дыбыстары кезектесіп келіп отырады. Осыған назарыңды аудара ғой балақай. Кәне, бірге айтайық. С, ше, се, сынды, неше, кесе. Ша, ес, еш, пышақпен нан кесеш. Ша, са, ш, шарамен сара оқушы. Си, ш, сиырды бақшы, бақташы. Көрдің бе балақай? С, ш буын дыбыстарын кезекпен келтіріп, саған буын ұйқастарды жасадым. Өйткені сен шатаспасын, дұрыс және анық айтсын деген ойда жасалды. Кәне, өзің де бұл тапсырманы асықпай, қайталап, тағы да бірлес оқып көресің деген ойдамын. Келесі ауысқан әріп деп аталады келесі тапсырмамыз. Кәне, ал міне мысалы өзің байқағандай, с дыбысының орнына біз ауыстырып ш дыбысын қоятын болсақ, сөздер өзгеріп кетеді екен. Кәне, бірге айтып, дұрыс айтуға дағдыланайық, иә? Ас, аш, аса, аша. Кесе, кеше. Оста, ошта. Көсе, көше. Бақса, бақша. Қас, қаш. Енді адам аттарында да с дыбысының орнына ш дыбысын, с әріптің орнына ш әріпін ауыстырып қоятын болсақ, онда біздің сөзіміз мүлдем басқа болып өзгереді екен. Кәне, айтып көрейік бірге. Сара, шара. Сәкен, шәкен. Айсара, айшара. Асыл, ашыл. Міне балақай, өстіп с мен шыны ауыстырсақ, жаңа сөз тудыруымызға болады екен. Өзің байқағандай. Өте жақсы. Сенде тапсырманы менімен бірге жақсы орындады деген ойдамын. Келесі тапсырмамыз сөздерді жікте деп аталады. Өзің байқап отырғандай, бір жақ шетінде с, бір жақ шетінде ш дыбыстары жазылған, әріптер жазылған. Соған қазір мына шахматтың астынан бірнеше суреттер шығады екен. Сол суреттерді екі жаққа қарай бөліп, дұрыс айтуға тырысайық. С дыбысы кездесетін сөздерді с дыбысына, ш дыбысы кездесетін сөздерді ш дыбысына қарай қойып,
айтамыз. Менімен бірге айтып қайтала балақай. Кәне бастайық. Асық, шана, сандық, шырша, ананас, шие, тоты құс, шкаф, сиыр, шахмат. Жарайсың балақай, өте жақсы. Бұл тапсырманы да сен жақсы орындады деген ойдамын. Кәне балақай, енді біраз шаршап қалған шығарсың. Екеуміз бірге сергіп алайық, иә? Кәне қолымызды созайық, иыққа біз қояйық. Алдыға 1, 2, 3, 4. Артқа қарай 1, 2, 3, 4. Жарайсың, қолымызды созайық, иә? Екі жаққа созайық, иә? Жоғары және төмен. Құс құсап ұшып, орнымыздан тұрайық, иә? Қолымызды белге қойып, оңға қарай, солға қарай иіліп, отырып бір тұрайық. Жарайсың балақай. Балақай, жаттығуды орындаған кезде біз көзімізбен де көп телефонға қарап, қазір көп уақытта біз телефонға қараймыз, өйткені сабақ оқуымыз керек, сол себептен көзімізде талып кетеді. Сол көзіміздің талып кеткен кезде көзімізді қатты жұмып, 5 рет жұмып, ашып, көзімізді де жаттықтырып алуымызға болады екен. Немесе бүйтіп жан-жағымызға жоғары төмен, 5 рет, 10 рет жасап, жаттығып, сергіп алайық. Жарайсың балақай, сен сергіп алды деп ойлаймын. Кәне келесі тапсырма, сөздерді дұрыс айтайық. Міне өзің байқағандай бірнеше суреттер. Бұл жердегі суреттердің астындағы сөздерде с, ш дыбысы бір сөзде кездеседі екен. Соны біз дұрыс, анық айтуға және жазуда қателеспеуге тырысуымыз керекпіз. Осы сөздерді сен есіңде сақтап қал. Кәне бірге айтайық. Сиқыршы, аспашам, сауыншы, сылақшы, құрылысшы. Жарайсың балақай, сен де менімен бірге қайталап, дұрыс айтты деген ойдамын. Балақай, сен барлық тапсырмаларды жақсы орындап жатырсың деген ойдамын. Менімен бірге әр тапсырманы қайталап отыр. Ал енді соңғы тапсырмаға да келіп жеттік. Сөйлемдерді толықтыр дейді. Өзің байқағандай, бұл жерде суретті сөйлемдер берілген, Суреттердің орнына суреттің атын айтып, сол сөйлемдерді толықтырып айтайық. Кәне, Сара шанамен, ал Шара шаңғы тепті. Шынар апельсин, ананас, шиеден шырын жасады. Шәкен аға құрылысшы, ал Сәуле апай сылақшы. Жарайсың балақай. Енді соңғы сөйлемге назар аударайық. Асан мен Шолпанда түрлі түсті шарлар бар. Жарайсың балақай. Сен де осылай сөйлемдерді толықтырып, дұрыс айтты деген ойдамын.
егер арнаған дәптерің болса, осы сөйлемді жазып қоюыңа болады. Кәне балақай, сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей мен саған жаңылтпашты үйге жаттауға беремін, Жаңылтпаш айту ермегіміз. Жаңылтпаштарды дұрыс және жақсы жаттай алсаң, сен қасыңдағы достарыңды, ата-анаңды да жаңылдыра аласың. Кәне, жаңылтпашты менімен бірге қайтала. 3 кісі ішік пішті, 5 кісі ішік пішті. Қанша кісі ішік пішті? Кәне, бірге айтайық. 3 кісі ішік пішті, 5 кісі ішік пішті. Қанша кісі ішік пішті? Міне балақай, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жарайсың деп айтпақтын балақай саған. Сен бүгін сабақта өте жақсы қатысты деген ойдамын. Менің тапсырмаларымды үйден тағы да қайталап, назар аударып, с және ш дыбыстарын ажыратып, дұрыс айтуға дағдыланады деген ойдамын. Сенімдемін. Сау бол балақай, бүгінгі сабағым саған ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта жолыққанша.